Жұма күніңіз мұбарек олсын. Эфирде Заман декабрінің 15-і студияда сізлерні мен София Бляева селямлайым. Қырыма бюсі бекердігермен жынан алы стабиль ағырдыр. Екемлерінің білдергеніне көре, рама бөз көзлеріні açып есіне келе. О реанимацияда 2 күнден бірлі болуына сойлары оны йоқлап оламайлар. Түневін геже бекердігерменші сезодан ағыр алда реанимацияға авыштырылған еді. Бұндан әвел адвокатлар аман-аман бір афта девамында дегерменшіні хастаханеге кешірмеге талап етеді. Сезо реберлігі есем кереклі тібе ярдым берілі деп қындырайды. Адвокатлар Ахмеджет сезосында дегерменшінің сақлығына зарар кетірілгені үшін инсан ақлары бойынша Европа мәхкемесіне шикаят етежеклер. Бекер дегерменші Қырым татар милли әрекетінің фаал іштіракчысы о бұсене ноябрь 20 үшінде дегер Қырым татар фаалетчілері иле бера-бер ақсыз ерде пара талап етуде қабатланып яқаланды. Состояние очень тяжелое, но стабильное. Он сказал, что вроде делается все возможное, но пока на данный момент он сам не контролирует давление. То есть его держат на медикаментозном ведении. Он пришел в себя, реагирует. Сегодня приглашен доктор для бронхоскопии. Бекердігермен жынан алыны вейшғалжылерінің бұл меселеге мұнасебетіні Украина тыш ішлер назірлігі оз ітиразына білдірді. Вимагаємо надати невідкладну медичну допомогу. Висловлюємо протест Російській Федерації. Қырымақ корчалайжылары ярамадада бекердігерменжеге тебе ярдым бермесі метелесіне халқара севиеде қол тұтмаға чағаралыр. Корчалайжылар Европа бірлігі өлкелері, Америка бірлешкен девлетлері ве Канада лидерлеріне дегерменже ве дегер тебе ярдымға мұқтач олған саяси мабюслерге мұстақыл хекімлерінің еберілмесіне ярдым етмелі үшін мұражат еттілер. Ялтанын Хизбут Тахрир давасының іштіракчелеріні Қырымдан Ростов-на-Дону шеріне бүгін авыштырачақлар. Анда оларының іші бақылмасы бекленілі. Бел олғаны кебі Ялтада тұтылған инсанларны Ахмеджеттен Ростовға Краснодардан кечіп, алы баражақлар. Кешкен сене февраль 11-інде ішғалжілер 4 Қырым татарыны, яғни Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Вадим Сирук, Веймир Усейн Куканы яқылады. Апрелінің 18-інде есе Арсен Жупары Верифат Алимов тұтылды. Декабрінің башында оларға незарет алтында бұлынма мұдетіні ярым елға девам еттірділер. Бұ алтыны инсанны ішғалжілер Русияде асақ етілген Хизбут Тахрир тешкілетінің векелері олғанында қабатлай. Ахмеджеттеке ішғалжы махкемесінде 26 февраль давасынан бақылмасы девам ете бүгін қалған екем абюсы Алиясана ве Мустафа дегерменжі сорғудан кечірілі. Бұны адвокат Едем Семедляв білдірді. 2014 сенесі февральның 26-сында Украина топрақ бүтінлігіне қол тұтып митингі өткерілген еді. О вақыт олар Русия тарафдарларымен чатышты. Ішғалжілер 26 февраль давасы бойынша тек Қырым татарларыны макемете. У нас осталось допросить 2 подсудимых. Это Алиясанова и Мустафу Дегерменджи. Сегодня, я думаю, все заседание посвятим этому. Они будут, ребята, давать показания о том, каким образом они участвовали, признают, не признают свою вину. Павло Грипнің жеза қарарына бүгін Краснодар район махкемесі бақажақ. Махкеме топлашывы кеченлері планларға көре 4 күн әвел кешілежек еді. Русия қачырылған ве қанунсыз тұтылған Украин ватандашының бабасы Игорь Гриб Эминке махкеме күнін авыштырылмасына ФСБге айыттыр. Бұл еш шетел дипломатлар махкемеге келіп етіштірілмегеніне япылды. 19 yaşındaki Pavlo Grip'na yazının sonunda Rusiyanın hizmetleri Ақ Rusiyada yakaladı. ФСБ gençini terrorizmde kabatlay. У нас немає реальної картини. Лікарів 1,5 місяця тому назад не пустили. Нової картини, я маю на увазі обстежень, ми не знаємо. Надії на те, що Павлу змінять засіб утримання, практично нульові. Тому що російська Феміда, вона, якщо вцепилася в когось із таких політичних бачень, то вона, як правило, доводить справу до кінця, до судового.
Днепропетровск вилетінде кияшында бала янып елак олды. Фаджия Каменская көйінде көчіп келгенлер яшаған шерчігінде чоқ балалы қорантасы яшаған евінде юз берді. Янғын башланған вақыт ана бабасы дайреде олмайып 5 баланы қомшылары құртармаға тырышты. Ең күчігіні 2 яшлы оғланчығына атештен шығарып етіштірмегенлер. Авропа Шурасы Русияге қаршы санкцияларны да ярым елға девам етмеге қарарға келді. Бұл қарарны Авропа Шурасының векел девлетлерінің елбасшылары қабыл етті. Бұның арфесінде Авропа Шурасының елбасшысы Дональд Туск декабрінің 14-15 күнлеріндегі саммитте Украина бойынша Минск аңлашмасының бежірілмесі ве Русияге қаршы иқтисади санкцияларының ұзатылмасы мәселесі бақылажақ деп білдірген еді. Кремльге қаршы малие, энергетик ве мудафа жөнелішлерінде санкцияларны Авропа Шурасы да 2014 сенесі көрсетті. Украина президенті Петру Порошенко Facebook сәйфесінде Авропа Шурасының векел девлетлерінің елбасшыларына миннетдарлық білдірді. Гідна відповідь Москві за невиконання своїх зобов'язань та чіткий заклик до змін у політиці Кремля. Вдячний канцлеру Меркель та президенту Макрону як партнерам у нормандському форматі, усім нашим друзям в ЄС за рішучу підтримку України та незламну єдність і солідарність перед агресором. Не був досягнутий достатній прогрес, аби скасувати санкції. Була єдина думка, що потрібно робити все можливе, аби просунути вперед мінський процес. Авропа Шурасының парламент ассамблеясының 19 девлет векелі ассамблея ішіне Русия делегациясының қайтуф метелесіне диққат айырылмақта. Оларының білдіргеніне көрем, Русия парламент ассамблеясының резолюциясыны еріне кетірмегенже, яғни Қырымна азат етіп, Донбастаки женкіні тоқтатмағанже, өз делегациясыны яныдан аяққа қоймаған ақы жоқ. Бұл мәліматны парламент ассамблеясындаки Украин делегациясының рейсі Владимир Арьев білдірді. Мәлім олғаны кібі, 2014 сенесі Русия делегациясы парламент ассамблеясында рей беру фаққындан марум етілген еді. Русия Қырымыны бұйық арби базасына чевырып, Украина или сыңырында өз орду құветлеріні топламаға девам еті. Бұны Альянс кетебі Йенс Столтенберг иштирагіне Украина НАТО комиссия топлашуында Александр Турчинов білдірді. Украинаның милли тәлікесізлік ве мудафа шурасының кәтебі айтқанына көре, шу себептен Украинаның сынырларында женг тәлікесізлігі ексілмей. Вже перезріла необхідність політичного рішення держав Альянсу про зняття штучних обмежень, надання Україні озброєння, у тому числі летального, для оснащення Збройних сил інших структур сектору безпеки і оборони. Америка Бірлешкен Девлетлері Украинаға киберг тәлікесізлігінде қол тұтacak. Америка Бірлешкен Девлетлерінің конгресі бойле қанунли ғасына қабыл етті. Весиқада Украинаның эсас инфраструктура объектлеріні қоршалавына өңетілген Девлет акимиетінің белги саярларында тәлікесіз программаларына яны шеклінде авыштырмасы көзде тұтыла. Украина Русия технологияларына таби олывындан вазгечіп, өз кибер тәлікесізлік технологияларына инкишаф еттірмеге планлаштырыла. Айрыжа весиқада Вашингтон ве Киев арасындаки стратегик ортақларына бұйық эмиет беріле. Сурияде Русия ве Америка ватандашлары бірі-біріні аз қалды атып өлдірежек еді. Вақия әке Русиялы Су-25 арби учағы сынырыны бозған сон юз берді. Русия учақларыны тоқтатмақ үшін Америкалы Раптор F-22 қарыжы учағыны ішке кетірді. Америка учақлары тенбиелев атеш açып тартышма 40 dakika devam etti. Bundan sonra Rusiyalı arbi uçakları joyuldu.
Менің бабам Қараман, Меджлес, Қырым Татар ресурс меркезі ве Қырым бірдемлігі тешкілаты саяси мобюслерінің ве иляк тапылған файлерінің балалары арасында инша ярышына илан еттілер. Еркес өз бабасы ақында язмалы. Ижеди ішлеріні үш тілде, яғни Қырым Татар, Украин ве рус тілерінде язмалы, бұтын иншалар тек ел язма шекілінде қабыл етілежектір. Мерасимде іштірак етмеге істегенлер өз ішлеріні январының 20-не қадар қабыл еті білелер. Қырым ресамы Ксения Симонованың ялыда Малек адлы қум анимациясы Америкада өткерілген Palm Springs International Festival адлы фестивалінде ғалибе қазанды. Бұл фильм кечкен сене Қырымда Италия бестекері Джузеппе Морганте или бірлікте чекілді. Фильм Ақ-Денізде Суриялы қашақларынан батқан қайғыдан 3 yaşındaki суға бұзылған ұғланға бағышланғандар. Palm Springs International Festival Америка Бірлескен Девлетлерде ең бұйық анимация фестивалыдыр. Бұл ел жюри азаларының диққатына 100-ден зияде девлетлерден ишлер тақдим етілген еді, 35 анимацион левха финалға шықты. Бұл сатқа hazır olған соңғы мәліматымыз еді. Невбеттекі заман яйынна сат 15-те қачырманыз. Атайыр олыңыз.